Сәлем балалар. Бүгін бізде сабақта әліппе бірінші сынып 30-шы сабақ. Тақырыбымыз Т дыбысы мен әрпі. Балалар, яғни алдыңғы тақырыпты тағы толықтырамыз, е? Балалар, каналға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Себебі жаңа сабақ сіздерге бірінші болып көрінетін болады. Балалар, Т сонымен қандай дыбыс болды? Дауыссыз дыбыс болды, е? Т әрпі дауыссыз дыбыс. Ал енді берілген сөздерді оқиық. Ту, тау, тар, тор, от, оттан, тас, тасу, тос, тосу. Балалар, осы сөздерді көбірек оқыңыздар. Себебі осы сөздерді көбірек оқу арқылы сіздер жылдам оқуға бейімделесіздер. Балалар, сонымен Т дыбысы қандай дедік? Дауыссыз дыбыс, е? Осыны ұмытпаймыз, балалар. Бұл біздің ережеміз. Ал енді екінші тапсырма. Суретте не берілген? Бірінші суретте тастың суреті берілген, е? Астына мен жазып қойдым сіздерге түсінікті болу үшін. Тас. Екінші суретте екі тастың суреті бар, яғни біз көп болса, оны тастар деп көпше түрде айтамыз, е? Бірінші суретте тонның суреті, яғни қыста киетін киім. Ал екінші суретте екі тон болса, яғни көп тонда, көп тондар болса, тондар деп айтамыз, е, балалар? Көптік жалғауын қосамыз. Ал енді үшінші тапсырма. Суреттерге қарап сөйлем құрастырамыз. Тастан тарақ ал, тастан дәптер ал, тастан тарақ тарат, тастан дәптер тарат. Яғни балалар, мұндағы берілген суретке қарай отырып, біз сөйлем құрадық. Ал енді балалар, келесі тапсырмаға қарайық. Балалар, суретте нелер көрсетілген? Жылқының суреті көрсетілген, яғни ат. Екінші суретте от. Үшінші суретте тау. Төртінші суретте тон. Яғни балалар, бұл жерде барлық сөзде Т әрпі кездесіп тұр, е? Ат, от дегендерде ыт деп айтамыз, е? Т әрпін бұнда сөздің басында, аяғында, ортасында, барлық жерде Т әрпі кездесіп тұр, е, балалар? Ал енді соңғы тапсырмамыз, балалар, сөйлемді дәптерлеріңе көшіріп жазыңдар деген тапсырма. Тастан отар арала. Яғни балалар, дәптерлеріңе көшірген кезде мұқият, қатесіз, таза жазуға, ұқыпты жазуға тырысыңдар. Сонда апайларыңнан жарайсың деген керемет қолпаштау сөзді естисіңдер, е, балалар? Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар, балалар.